Қайырлы күн менің каналдарымның көрермендері және тіркелушілерім. Түйенің жүнінен Айжан деген сіңілім түтіп дайындап берген түйенің жүнінен осындай бір көрпе жасап қойдым. Ішінде бидай шүберегі бар. Оның арасын жиі қылып көктегенмін. Сосын сыртынан мынандай полотномен қаптап, оны машинамен тіктім. Енемнен көзімдей көріп ұстап жүрген енемнен қалған машина бар, бір аяқты машина. Сол осындай қалың заттар тігуге жақсы. Мынаны жұп-жұқа қылып, тек жамыла кететін қылып тіктім. Мынау пенсия деген, отырған деген жақсы ермек екен. Осындайларды жасап қойып, соны тиктокқа салып, ютубқа салып, немерелерім үйретіп жүрген. Өзімді өзім тамашалап отырмын. Сіздердің де көріп тамашалағандарыңызға көп рахмет айтамын. Амандық та, саулық та болайық. Әйел адам деген қарап отыруға болмайды. Бірдемені бітіріп отыру керек қолдан келгенше. Соның өзі қызық. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.